Олимпиадалық ойындар бұл 200-ге жуық ел қатысатын және 4 жылда бір рет өткізілетін бүкіл әлемдік спорттық жарыстар. Қазіргі Олимпиадалық ойындардың бағдарламасына 28 жазғы және 7 қысқы спорт түрлері енгізілген. Олимпиада символы 5 жүзік, 5 құрлықты білдіреді. Бокстан халықаралық спорт шеберлері, Олимпиада ойындарының жеңімпаздары. 2000 жылы Сидней Олимпиадасында Қазақстан әлемге танылды. Алғашқы сайыста алтын медальды ұлттық құрамадағы 20 жастағы спортшы Бекзат Саттарханов әкелді. Артынша Ермахан Ибраимов алтын медальмен марапатталады. 2004 жылы Грекияда өткен Олимпиада ойындарында да былғары қолғап шеберлері жеңімпаз атанды. Бақтияр Артаев алтын медальдің иегері болды. Ол қазақ спортшыларының арасында тұңғыш рет Вэл Баркер кубогының иегері болды. 2008 жылы Пекин Олимпиадасында 69 келіге дейін салмақ дәрежесінде Бақыт Сәрсекбаев алтын медаль иегері болды. 2012 жылғы Лондон Олимпиадасында Серік Сәпиев бірінші орын алып, Вэл Баркер кубогын иеленді.